Мұхаммед пайғамбардың дүниеге келуі. Күйеуінің мезгілсіз қазасы Әмина анамызға ауыр соққы боп тиді. Босанар уақыты таяған сайын қобалжып мазасы қашты. Сондай мазасыз күндердің бірінде оның иығына бір ақ кептер ұшып келіп қонады. Әмина бұған таң қалды. Үрікпей отырған көгершінің басынан сипап еді, көңілдегі қобалжуы жоқ болды. Жүрегі тынышталып, уайымсыз халге түсті. Бір күні таңдайы кеуіп қатты шөлдеп еді, бір періште ғайыптан ұшып келді. Ол балдай тәтті бір кесе шәрбат ұсынды. Әмина шәрбатты ішкенде жаны жадырап, мейірі қанды. Сол кезде үйдің іші нұрға толып, шам жаққандай жарқырап сала берді. Толғақ туғызатын 9 ай 10 күнде келіп жетті. Әне-міне дегенше, дүния есігін ең соңғы пайғамбар ашуы тиіс. Жесір әйелдің бала босануы қалай болар екен деген сұрақ Әминаның жұртын мазалап жүреді. Жеңіл толғақ белгі беріп бастаған сәтте, бізді сізге ұлық Алла қызмет қыл деп жіберді деп, үйге бірнеше хор қызы келіп кірді. Олар босанатын әйелдің бүкіл керек жарағын пейіштен ала келіпті. Нәрестені шомылдыратын алтын легені мен күміс құманы да дайын. Олар Әминаны ортаға алып, оп-оңай босандырып алды. Сәби дүние есігін ашқан сәтте үйінің іші нұрға толып, айналаға шұғыласын шаша бастады. Хорлардың ең ажарлысы жаңа туған сәбидің кіндігін кесіп, Әминаның бауырына салды. Қараса, сәбиінің еріндері жыбырлап, сөйлеп жатты. Бұл кезде Мұхаммед «Үмбетім, үмбетім, үмбетім» деп туа сала үмбетінің қамын ойлап жылады. Ұлық Алла оның құлағына «Рахметім, рахметім, рахметім» деп әуез келтірді. Сәби сол кезде барып жұбанды. Сәбидің денесінен жәннаттың жұпар иісі есіп тұрды. Періштелер жатырда жатқанда оны сүндеттеп қойыпты. Пайғамбар дүниеге келген күні Алла тағала миға сыймас мұғжизалар көрсетті. Бір күн бойына әлемдегі патшалардың жақтары қарысып, тілдері байланды. Олар нөкерлеріне әмір бере алмай сандырақтап кетті. Парсы патшасы Қысыраудың әлемде жоқ алып күмбезді сарайы бар еді. Оны өз құдіретінің бір тірегі санайтын. Мемлекеттік ең маңызды пәрмендер сол сарайдан жарлық етілетін. Пайғамбар туғанда сол ғимараттың іргетасы шытынап, қабырғасы құлады. Қысыраудың есі шығып қорқып кетті. Барлық жұлдызшы балгерлерін шақырып, мұның себебін сұрады. Құмалақшылар балашып еді, өздері қара терге түсті. Құмалақтар белгі бермей жатып алды. Жұлдызшылар аспанға қарап еді, жұлдыздар бір-бірімен жарысып, Аллаға тәкбір, пайғамбарға салауат айтып тұр екен. Ешкім еш нәрсе айта алмады. Тек бір-біріне ақырдың пайғамбары туылды. Бүгін сиқыр атаулы тоқтады. Бұл соның нышаны шығар деп сыбырласты. Дымы құрған Қысырау сасқаннан көріпкелдер көсемі атанып кеткен саттыққа адам жібереді. Ол сиқырдың күшімен 300 жыл ғұмыр кешкен әккі бәлет. Мұхаммед туылған күні оның тынысы тарыла берді. Келген хабаршыға ақыреттің пайғамбары есік ашты. Бұл аласапыран көріністер соның белгісі деуге зорға тілі келді де, артынша жан тәслім етті. Сол түні ғасырлар бойы жанып тұрған зәрдүштердің оттары лап етіп сөніп қалды. Отты өшірген ышқына жарысқан желдер еді. Олар пайғамбар туылды дегенді ести сала Меккеге қарай асығып бара жатты. Зәрдүштің абыздары отты қайта жағуға қанша тырысса да, қуаныштан ұйытқи соққан жел оған мүмкіндік бермеді. Бұған дейін Сауа дариясының суы тартылып, түбінде ғана сыздықтап ағып жататын. Мұхаммед дүниеге келді деген сүйінші оның да құлағына жетті. Ол пайғамбарды көрем деген ышықпен арындап аққан кезде бітеліп қалған бүкіл бұлақтың көздері еріксіз ашып жіберді. Буырқанып аққаны сонша арнасынан асып Меккенің іргесіне жетті. Періштелер келіп, Сауа жетер, сабыр қыл демегенде бүкіл қаланы алып кетер еді. Меккенің айналасына бұрын соңды өспеген сан-санақсыз түрлі гүлдер мен шөптер қаулай шықты. Олар мүбәрәк пайғамбардың табаны бізді біргеп басар мекен деп жапырағын тосып жататын. Олы өзгерістен бейхабар Мекке жұрты ойпырмай, бұл не керемет, 1000 жылдан бері шықпаған өсімдіктер пайда болыпты деп таңғалысып жатты. Әлемдегі асқар таулар басындағы қалың қарын сілкіп, бізде бір Мұхаммедтің нұр дидарын көрер мекенбіз деп Мекке жаққа көз тігіп тықыршып тұрды. 7 қат көктегі 8 пейіште иеміз келді деп қуанып есіктерін ашты. Бүкіл әлемдегі жан-жануар, ұшқан құс, жалпы жәндік атаулы Мұхаммедтің туылғанын естідің бе деп бір-бірінен сүйінші сұрап жатты. Ал періштелер өздерінің Мұхаммедтің нұрынан жаралғанын білуші еді. Оның нұры тәнге түсіп, пәни есігін ашқанда, олар мұндай сәт тіршілік тарихында бір-ақ рет болады деп
бірі қалмай көктен Меккеге қарай қолдилай құйылып жатты. Олардың қалың лек болып ағылғаны сондай, Мұхамбетті ұзақ көріп тұра алмады. Кейінгі лек алдыңғы лекті ығыстырып, еріксіз ағызып әкетіп жатты. Мұхамбет келді деген хабарды естігенде, қуаныштан қара жердің жүрегі дүрсілдеп соғып қала берді. Жүрек лүпілінің күштілігі сондай, өз кіндігінде мінсіз айналып тұрған жер ана ауып кетуге шақ қалды. Мұхамбеттің туған сәтін көрем деп күндіз бен түн таласты. Бұл сахар уақыт еді. Түн кезегін күндізге бермей тұрып алды. Ал күн болса, кезегімді бер деп түнмен тіресті. Осылай екеуі тартысып жатқанда, күн мен түннің қақ ортасында пайғамбар дүниеге келді. Оның шыр еткен даусын естіген кезде қасарысып тұрған қараңғылық, енді арманым жоқ деді де жылжып жүре берді. Сахарда бұлбұлдар салауат айтып, зікір әуендерін құйқылжыта шырқады. Бұған дейін Әбіліс көкте періштелер сұхбатын тыңшылық қылып тыңдайтын. Пайғамбар туылғанда қанша жерден тырысса да, көкке самғай алмай, дымы құрып құлай берді. Әзірейіл бастаған періштелер жын періні қуалап жүріп сабады. Бақсы құшнаштардың долбар болжамы далбасалап кетті. Пұттар жаппай қирап жатты. Қағбадағы Құрайыштың пұттары да өздігінен жерге құлап, күл паршасы шықты. Олар пұттарды бірнеше рет қайта тұрғызды. Сынған жерлерін жөндеді. Сол кезде оларға тіл бітіп, дүниеге Алланың хабибісі келді. Оған 18 мың ғалам сәжде етіп жатыр. Біз де солармен біргеміз. Тек тұруға еркіміз жоқ деп былдырлады. Ұлық Алла барлық періштелеріне, куә болыңдар. Мұхамбетке рахмет қақпасының кілтін тапсырамын. Ақыретке дейін бұл күн оның үмбет үшін берекелі һәм мерекелі болсын деді. Мұхамбет туылған соң ұлық Алла оған көрімдік ретінде Әминаның көкірек көзін ашты. Анасы ғайып әлемінің сырларын көріп тұрды. Кенет аспаннан бұлттардың бейнесінде періштелер келіп, анасына: «Әй Әмина, ұлыңды бізге қос. Қағбаға барып Тәңіріне тәуап қылсын. Әлемнің төрт бұрышын аралатайық. Әлемде оны көруге ынтық» деді. Әмина келісті. Пайғамбар бұлтқа отырып дүниені кезіп кетті. Жердегі барлық орман тоғай, тас, су, аң-құс оған жамырай сәлем беріп, өздеріне Алладан рахмет етуін тілеп жатты. Көзді ашып жұмғанша періштелер дүнияны шарлатып шықты. Шақалақты Әминаға қайта келіп тапсырды. Артынша иман жүзді 3 адам есіктен кіріп келді. Бірінің қолында күміс құман, екіншісінде зүбәржаттан жасалған леген бар. Үшіншісі пейіштің ағашынан жасалған бесік ала келіпті. Мұхамбетті легенге отырғызып, пейіштің кәусарымен жуындырды. Судың хош иісі бүкіл Меккені жайлап кетті. Пайғамбарды жібек жаялықпен қондақтап, бесікке бөлеп тербетті. Құлағына бірдеме деп сыбырлады. Сосын Расул да оған ишарамен жауап қайтарды. Бұл Раузан періште. Ол пайғамбарға: «Әй Мұхамбет, бұл дүния сені неше мың жыл сағынышпен күткенін білесің бе? Бүгіннен бастап ақыл иелеріне рахмет қақпасы ашылды» деді, сыбырлап. Сонда оған Мұхамбет: «Мен де осы күнге зарығып жеттім. Менің үмбетім Құдай қаласа енді үмітсіз болмайды» деп жауап берген еді. Сосын Әминаға: «3 күнге дейін үйге ешкімді кіргізбе. Періштелер кезекпен оған тәуап етеді. Бұл ақырдың пайғамбары» деді. Олар кеткен соң Әмина Аллаға шүкірлік айтып жылап тұрды. Немерелі болған Әбдімүтәліп те қуанышы қойнына сыймай жүгіріп Қағбаға келді де: «Я Алла, немереме ұзақ ғұмыр бере көр» деп тіледі. Сол кезде Қағба оған иіліп: «Я Расулдың атасы, дүниеге Мұхамбет келді, құтты болсын» деді. Қағба сөйлегенде Әбдімүтәліп тілі күрмеліп талып қала жаздады. Өңім бе, әлде түсім бе деп үрей мен үміттің ортасында үйіне қайтты. Жолда бір яһудиді кездестірді. Ол Әбдімүтәліптен: «Бүгін түнде Меккеде бір бала туылды ма?» деп сұрады. Әбдімүтәліп оған: «Я, келінім жаңа ғана маған немере сыйлады» деді. Сол кезде яһуди: «Онда сен пайғамбардың атасы болуың әбден мүмкін. Аспанда қызыл жұлдыз пайда болды. Мен білсем бұл пайғамбардың нышаны» деді де сәуегейлік долбар айтып кетіп қалды. Қиялы сансаққа жүгірген Әбдімүтәліп көңілі босап, бұл қалай болды деп үйіне көз салды. Үйдің төбесінде бірақ бұлт қалықтап тұр. Бұлтты алып самұрық құс тегеурінімен басып қозғалтпады. Әбдімүтәліп мұны көріп қайран қалды. Немересінің тегін емес екенін шыңдап сезді. Туғанына 3 күн болғанда Мұхамбет анасы Әминаны жазбай таниды. Әкесін іздеп айналасына назар салды. Көптен бері мінілмей әбден шаң басқан ертоқым мен үзеңгі жүгенге көзі түсті. Соған қарап ақ әкеден жетім қалғанын түйсікпен түсінді. Көкірегі қарс айырылып,
ах деп күрсінді. Ол күрсінген сәтте қаршыда бір рет селк етіп сілкінді. Сол кезде ұлық Алла: «Әй Мұхамбет, сен менің хабибімсің. Қам жеме, мен сені жетімдіктен өсіріп жеткіземін. Кеудеңді ашып, жүрегіңнен хикметтің бұлағын ағызамын. Мұқатқан дұшпаныңа үстем етемін» деді. Сол кезде сәбидің жаны жай тауып, тәтті ұйқыға батып кетті. Нәрестенің туғанына 4-ші күн дегенде атасы немересін құшақтап иіскеді. Оған Мұхамбет деп ат қойды. Сол кезде үйге қонақ келді. Әбдімүтәліп оны бірден таныды. Ол жолда кездескен яһуди еді. Қонақ: «Әбдімүтәліп, немерең құтты болсын» деді. Ол сәбидің түріне қарап пайғамбарлық нышандарды анық байқады. Арқасындағы елшілік мөрді көрген соң ізетпен иіліп құрмет көрсетті. Нәрестеге тағзым еткен яһудидің қылығы Меккеге тарап кетті. Құрайыштың шынжыр балақ шұбартөс шонжарлары ендігі жетпегені осы еді. Баладан құдай жасап, мына яһудиді албасты басқан екен деп мазақ қылды. Сонда яһуди тұрып: «Тәуратта бұл баланың барлық пайғамбарлық нышаны анық жазылған. Көріңдер де тұрыңдар. Бұл бала 40-қа келгенде қамал алады. Оның атақ даңқы бүкіл патшалардан асып түседі. Ал есімі қияметке дейін батыс шығыс, желдік түстікке тоқтаусыз ұлықталып тұрады. Оның беделінен Құрайыш тайпасы адамзат тарихында қалады. Араб жұрты бұрын соңды көрмеген өзгерісті бастан кешеді. Сол кезде мені еске аласыңдар» деді. Сөйтті де өзі отанына көшіп кетті. Пайғамбар дүниеге келген күні Әбу-Лахабтың көңі одан сүйінші сұрайды. Әбу-Лахаб сәбидің туғанына шын қуанып, оған азаттық сыйлайды. Сосын үйдегі шұбатты алып Әминаға апар. Күш-қуаты сарқылып әлсіреп жатқан болар. Шұбат ішіп әл жинасын. Ана сүтіне құнар бітсін дейді. Кейін Әбу-Лахаб Мұхамбеттің даңқы шығып, Мекке жұрты оған ықыласты болғанда өзінің күншілдігін жеңе алмады. Қара басып онымен тіреседі. Қатыны екеуі оны өсектеуден аузы босамады. Ақыры екеуі де қарғысқа ұшырап тынды. Құранда оларды қор болған кейіпте сипаттаған сүрет түсті. Бірақ мейірімді ұлық Алла сонда да оларға тозақта екі түрлі жақсылық нәсіп етіпті. Біріншісі, дүйсенбінің түнінде оларды азаптау толық тоқтайды. Екіншісі, сол күні шахадат бармағын сорса, одан салқын су шығады екен. Бұл оның Мұхамбет туған кезде жасаған екі түрлі жақсылығының қайырымы еді. Әділетті Жаббар Хақ оның ақысын жемеді.